Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 70-ші сабақ көбейтудің үйлестірімділік қасиеті бау-бақ құрылысы туралы өтетін боламыз. Сен көбейтудің үйлестірімділік қасиетін білетін боласың. Бірінші тапсырма: гүлбақтағы алаң гүлзарлармен безендірілген. Бағбанға гүлбақта қанша гүлзар бар екенін санап шығу керек. Сызбаға қара, әр жағдайда есептеудің қалай орындалғанын түсіндір дейді. Осы жерде гүлзарлардың барлығын біз екі тәсілмен санап шығатын боламыз. Бірінші тәсілге қарайық. Бұл жерде бірінші сүйрет. Бұл жерде бізде гүлзарлар берілген. Бірінші қатарда 6 гүлзар бар екен. Оның 4-еуі көк гүлзар және де 2-еуі қызыл гүлзар екен. Олай болса, осы 4 гүлзарға қосайық 2 гүлзарды. Сонда бізде болады 6. Оны көбейтеміз 3-ке дейді. 3-ті біз қайдан алдық? 3 дегеніміз тігінен санаған кезде 3 қатар гүлзар бар екен. 4 қосамыз 2-ге, оны көбейтеміз 3-ке. Тең болады. 4-ті 2-ке қосқан кезде бізде 6 шығады. 6-ны 3-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде 18 шығады екен. Бұл бізде бірінші тәсіл. 6-ны 3-ке көбейту арқылы 18-ді тауып алдық. Келесі екінші тәсіліне қарайық. Бұл жерде де дәл осылай әр қатарда 6 гүлзардан оның 4-еуі жасыл және 2-еуі қызыл екен. Олай болса, шығарып көрейік. Дәл солай 4-ке қосамыз 2-ні жақша ішінде және оны көбейтеміз 3-ке. 4-ті 3-ке көбейтеміз. Ал екінші тәсілінде бізде кішкене өзгешелеу болады екен. 4-ті көбейтеміз 3-ке, жақшаны ашып тастайды екенбіз. Қосамыз 2 көбейтілген 3 дейді. Сол кезде 4-ті 3-ке көбейтсек 12 болады екен. 2-ні 3-ке көбейтсек 6 болады. Жауабында 18 шығады екен. Екеуінің де жауаптары бірдей, алайда шығару тәсілдері есепті әртүрлі болады екен. Осылай 2 тәсілді пайдалансақ болады екен. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Ары қарай қосындыны санға көбейтудің бірнеше тәсілі бар дейді. Бірінші тәсіл: қосындыны тауып, оны санға көбейту. Бұл бізде бірінші тәсіліміз, жаңа айтып өткендей. Екінші тәсіл: әр қосылғышты сол санға көбейтіп, шыққан көбейтінділерді қосу дейді. Бұл көбейтудің үйлестірімділік қасиеті деп аталады екен. Яғни А-ға қосамыз Б-ны жақша ішінде, көбейтеміз С-ға. Сонда А мен С-ны көбейтіп алып, Б мен С-ны көбейтіп алып, екеуінен шыққан санды қосады екенбіз. Келесі екінші тапсырма: тік төртбұрыштың периметрін әртүрлі тәсілмен қалай тапқаныңды түсіндір дейді. Бұл жерде бізде периметрдің формуласы ол 2 қабырғасын қосып 2-ге көбейту деген сөз. Бұл жерде тік төртбұрыш берілген. Оның ұзындығы 5 см, ені 3 см екен. Олай болса, мен 3-ке қосамын 5-ті қосып аламын да, оны 2-ге көбейтемін. Сонда 3-ке 5-ті қоссам 8, 8-ді көбейтем 2-ге, 16 сантиметрға тең болады екен, 16 шығады екен. Енді екінші жолы жаңағы үйлестірімділік қасиетіне байланысты жақшаның сыртындағы 2-ні 3-ке де 5-ке де көбейтіп, сосын қосатын боламын. Сонда 3-ті көбейтемін 2-ге, 5-ті көбейтемін 2-ге, екеуінен шыққан санды қосамыз. 3-текке көбейтсек 6, 5-текке көбейтсек 10, 6-ға 10-ды қоссақ 16 сантиметр деген жауап шығады. Дәл осылай біз 2 тәсілмен есептеп алған болатынбыз. Жалпы периметрдің негізгі формуласы ол 4 қабырғасын қосу деген мағына. Сонда ол А қосу Б қосу А қосу Б болады екен. Бірінші А мен Б-ны қосып аламыз, содан кейін тағы да А мен Б-ны қоса отырып, екеуінен шыққан санды қосады екенбіз. Ал біз оны түрлендіру арқылы А көбейту 2, Б көбейту 2 және қосады екенбіз екеуінен шыққан санды деп жазып алдық. Себебі
Адан екеу, Б'дан екеу бар. Келесі формула. Бұл екеуі бар болғандығы үшін мен ортақ көбейтінді ретінде оны жақшаның сыртына шығарып жібердім де А мен Б'ны қосып алып, сонан соң көбейтіп алсам болады екен. Міне жалпы үйлестірімділік қасиет дегеніміз осыған байланысты шыққан екен. Дәл осылай үйлестіру дегеніміз алмастыра отырып есептеу дегенді білдіреді екен. Келесі тапсырмаға қарайық. Үшінші есеп. Есепте дейді. Жақша ішінде 20 қосу 30, жақша жабылған көбейту 5. Бұл жерде өрнек берілген. Бірінші амалмен және екінші амалмен ретімен шығаратын боламыз. Бірінші жақша үшін орындайтын боламыз. Жақшаның ішінде 20-ға 30-ды қосамыз, 50 болады. 50-ді 5-ке көбейтеміз, 250 болады. Келесі екіншісінде жақша ішінде 70 қосу 20, жақша жабылған көбейту 4 дейді. 70-ке 20-ны қоссақ 90, 90-ды 4-ке көбейтетін болсақ, 9 жердегі 4-ім 36, 36-ны жазып, артындағы нөлін тіркейміз. 360-қа тең болады. Келесі 5-ке қосамыз 4-ті көбейтеміз 70-ке. Жақша ішінде 5-ке 4-ті қосып аламыз, 9 болады. 9-ды 70-ке көбейтеміз. 9 жердегі 7-міз 63 болады. 63-ті жазып, артына нөлін тіркейміз. 630-ға тең болады. Келесі, жақша ішінде 3-ке қосамыз 4-ті көбейтеміз 30-ға. 3-ке 4-ті қоссақ 7, 7-ні көбейтсек 30-ға. 3 жердегі 7-міз 21, артына нөлін тіркейміз, 210-ға тең болады. Келесі 20-ға 10-ды қосамыз 30, оны көбейтеміз 6-ға. 30-ды 6-ға көбейтетін болсақ, 3 жердегі 6-мыз 18, 18-ді жазып, артына нөлін тіркейміз, 180-ге тең болады екен. Келесі, жақша ішінде 40-қа қосамыз 30-ды көбейтеміз 2-ге. 40-қа 30-ды қосатын болсақ 70, оны 2-ге көбейтетін болсақ 140-қа тең болады екен. Келесі 20-ға қосамыз 10-ды көбейтеміз 8-ге. 20-ға 10-ды қоссақ 30, 30-ды 8-ге көбейтсек, 3 жердегі 8-міз 24, 24-ті жазып, 0-ді тіркейді екенбіз, 240-қа тең болады. Келесі жақша ішінде 5-ке 3-ті қосамыз 8, оны көбейтеміз 10-ға, тең болады 80. Осымен 3-ші есебіміз аяқталды. Келесі 4-ші есепке қарайық. Гүлзарлардың периметрін әртүрлі тәсілмен тап дейді. Олай болса, бірінші гүлзар бізде берілген. А қабырғасы 6 метрге тең, Б қабырғасы 4 метрге тең екен. Екі түрлі тәсілмен шарсақ болады екен бұл жерде. Олай болса, периметрін жазайық. Периметрі 6 қосу 4 қосу 6 қосу 4 деп жазсақ болады. Бірінші тәсілін 6-ға 4-ті қоссақ 10, келесі 6-ға 4-ті қоссақ 10, 10-ды 10-ға қоссақ 20 метр болады екен. Бұл периметрдің қарапайым формуласы, қарапайым формуласымен шығарып көрдік. Келесі екінші тәсіл. 6-ға 4-ті қосамыз, оны көбейтеміз 2-ге. 6-ға 4-ті қоссақ 10, 10-ды 2-ге көбейтсек 20 метр. Келесі үшінші тәсілі. 6-ны көбейтеміз 2-ге және 4-ті көбейтеміз 2-ге. Екеуінен шыққан санды қосатын боламыз. 6-ны 2-ге көбейтсек бізде 12 шығады. 4-ті 2-ге көбейтсек бізде 8 шығады. 12-ге 8-ді қоссақ 20 метр шығады екен. Келесі гүлзарлардың периметрін анықтайық. Келесі екінші гүлзарымыз біздің А тең 20 метрге, Б тең 10 метрге периметрін табамыз. 20-ға 10-ды қосамыз, келесі тағы да 20-ға 10-ды қосамыз. Бұл біздің периметрдің қарапайым формуласымен шығарып жатырмыз. 20-ға 10-ды қоссақ 30, 20-ға 10-ды қоссақ 30, 30-ға 30-ды қоссақ 60 метр. Келесі екінші тәсілі. Жақша ішінде 20-ға 10-ды қосып аламыз және оны көбейтеміз 2-ге. 20-ға 10-ды қоссақ 30, 30-ды 2-ге көбейтсек 60 метр. Келесі үшінші тәсілі. 20-ны 2-ге көбейтеміз, 10-ды 2-ге көбейтеміз де шыққан сандарды қосып аламыз. 20-ны 2-ге көбейтсек 40 болады, 10-ды 2-ге көбейтсек 20 болады, 40-қа 20-ны қоссақ 60 метр. Осымен біздің есебіміз шықты деген сөз. Келесі осы 4-ші тапсырманың әсін берген екен, осыған ұқсас есептер құрастырып көр дейді. Оны қалай құрастырамыз? Мысалға бір төрт бұрышты алайық. Соған байланысты периметр табайық.
Мысалға А тең 6 метрге дейік. А қабырғасы, Б тең 5-ке дейік. Б қабырғасы 5-ке тең деп алайық. Периметрін табамыз. 6-ға қосамыз 5-ті, және тағы да 6-ға 5-ті қосамыз. Шыққан сандарды бір-біріне қосамыз. 6-ға 5-ті қоссақ 11, келесі тағы да 6-ға 5-ті қоссақ 11, 11-ге 11-ті қоссақ 22 метр. Келесі екінші тәсілі. 6 қосу 5 көбейтілген 2-ге. 6-ға 5-ті қосатын болсақ 11 шығады. 11-ді 2-ге көбейткен кезде 22 метр шығады екен. Шықты, е? Келесі үшінші тәсілі. 6-ны 2-ге көбейтеміз, 5-ті 2-ге көбейтеміз, екеуінен шыққан санды қосамыз. 12-ге қосамыз 10-ды 22 метр. Дәл осылай ә нұсқасын өзіміз құрастырып алсақ болады екен. Келесі 5-ші есеп. Ұзындығы 5 метр, ал ауданы 21 метр квадрат. Бақты қоршау үшін бағбанға қанша метр қоршау керек дейді. Біз олай болса бағбанның қанша қоршау керек екен тауып беретін боламыз. А тең 7 метрге дейміз. С бұл бізде ауданы 21 метр квадратқа тең дейміз. Бізде Б белгісіз, е? Б-ны табуымыз керек. Б тең С көбейту А дейміз. Ауданын көбейтеміз жаңағы А қабырғасына. Бөлеміз. Сонда 21-ді 7-ге бөлсек 3 метр шығады екен. Бұны табу үшін біз не істедік? Ауданды бөлдік Аға. С-ны бөлдік Аға. Енді бізден сұрап тұр. Бақты қоршау үшін бағбанға қанша метр қоршау керек дейді. Сонда біз периметрін табу керекпіз. Ол үшін жазамыз. Периметрі 7 қосу 3. 21-ді 7-ге бөлгенде 3 шықты ғой бізде. Және тағы да 7 қосу 3. Екеуін қосамыз. Сонда 7-ге 3-ті қоссақ 10, 10-ға қоссақ 10-ды 20 метр болады екен. Жауабы бағбанға 20 метр қоршау қажет екен. Есеп сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі 6-шы тапсырма. Тік төртбұрыштың периметрі 20 см, ал ұзындығы 6 см дейді. Тік төртбұрыштың енін тап дейді. Сонда Б істейміз. Б тең дейміз дегені 20-ны бөлеміз 2-ге, азайтамыз. 6-ны 6 дегеніміз бұл жерде біздің А екен. Сонда 20-ны 2-ге бөлеміз, азайтамыз 6-ны. 20-ны 2-ге бөлсек 10, 10-нан азайтсақ 6-ны 4 сантиметр қалады екен. Сонда жауабы ені 4 сантиметр деп жазып қойсақ болады. Келесі бізде 7-ші тапсырмаға қарайық. Біздің мектептегі әр оқушы бір ағаштан отырғызды дейді. Оқушылардың жартысы қайың, ширек бөлігі және жөке, қалғандары үйеңкі отырғызды дейді. Мектепте 800 оқушы бар. Неше бала қайың, нешеуі жөке, нешеуі үйеңкі отырғызды дейді. Есептің бірінші шартын құрып алайық. Мектепте 800 оқушы, қайың 2-ден 1 бөлігі. Бірақ қанша бала отырғызғаны белгісіз қайыңды. Енді біз бала санын табуымыз керек. Неше бала қанша қайың ағаш отырғызғанын табуымыз керек. Жөке 4-ден 1 бөлігі дейді. Бірақ бұл да белгісіз қанша бала отырғызғаны. Үйеңкі де белгісіз екен. Жазамыз шешу дейміз дегені 800-ді бөлеміз 2-ге. Сонда 400 шығады. 400 бұл қайың екен, Келесі 800-ді бөлеміз 4-ге. 4-тен 1 бөлігі болса, демек 4-ге бөлеміз деген сөз. 4-тің 1 бөлігі деп тұр ғой. 800-дің 1 бөлігі болса, 4-ге бөлеміз. 800-ді бөлсек 4-ге 200 болады. Бұл жөке ағашының саны, оқушылар саны. Келесі үшіншісінде 800-ден азайтамыз, жақшаны ашамыз, 400-ге қосамыз, 200-ді жақшаны жабамыз. Сонда біз бірінші қайың отырғызған баланы және жөке отырғызған балаларды өзара қосып алып, оны 800 оқушыдан алып тастайды екенбіз. Сонда 400-ге 200-ді қоссақ 600, 800, барлығы 800 ғой оқушы саны. 800 оқушыдан 600 оқушыны алып тастасақ 200 қалады. Демек бұл 200 дегеніміз үйеңкі отырғызған балалардың саны екен. Сонда 400 оқушы қайың отырғызған, 200 оқушы жөке ағашын отырғызған және 200-і үйеңкі ағашын отырғызған екен.
Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Каналды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз сұрақтарыңызды қоя кетсеңіздер болады. Каналды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы. Сау болыңыздар.